Кең далада жел соққаннан кейін ауа райы құбыла бастады. Бұлттар аспанды орап тастады. Айналадағы көрініс қараңғыға түсті. Өзінің ортасындағы аралдағы жартасының шынында тұрған жалғыз қарағай жел соққанда еңкейіп тұрды. Жылқышы осы көрінісін байқауда жағдайынан құтқару үшін Құдайға жалбарынды. Оның жылқылары күнінің күркереуінен қорқынып, есінеп шығып, абайсызданып, үлкен даладағы оланың арт түкпіріне шашылып кетті. Біраз уақыттан кейін аспан ашылып, күн шықты да, жылқышының көңіл күйі қайтты. Жазғы даласының табиғаты көз тартарлығына айналды. Құдайдың құдіретіне алғыс айтып, атқа мініп, жылқыларды кең далада жинауға кірісті. Күн батқанда, күн сәулелері өзінің айданында шұғыланып берді.